Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім, сіздермен Гүлзада. Бүгін сіздерге тұздалған қияр және жаңадан піскен балғын қиярдан жасалатын екі түрлі салаттың рецептімен бөліскім келді. Осындай керемет болып шығады. Дәмі де өзгеше болады екен, екі түрлі болғандықтан. Ол үшін бізге суға піскен қызылша суға пісіріп аласыздар. Қабығын ашып, төрт бұрышты қылып турайсыздар. Бейнедегідей. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет менің каналымды көріп, қолдап отқандарыңыз үшін. Осылай турап, екі қызылшаны екі тұсқа бөліп турап алдым. Біреуіне тұздалған қиярды турап саламыз. Қызылшаның үстіне саламыз тұздалған қиярды. Енді екінші туралған қызылшамызға қиярды, балғын қияр дейді, ол свежийді. Төрт бұрышты ұсақтап турап, туралған қызылшамызбен балғын қиярды қосамыз. Екінші ыдысымызға тұздалған қияр мен қызылша. 150 граммдай ірімшік, сыр қоссаңыздар, дәмі ерекше болады екен. Екі ыдысқа сырымды бөліп саламын. Тұздалған қияр, қызылша, ірімшік үшеуіне сәл тұз себіңіз және қара бұрыш. Бұған мен майонез қосып араластырдым. Жақсылап араластырып аласыздар. Келесі ыдысымызға қаймақ, 2 ас қасық қаймақ қосып жақсылап араластырып аласыздар. Оған да бұрыш, сәл тұз салсаңыздар жеткілікті. Екі салаттың да өзінше бір ерекше дәмі болады. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Бұл тарелкамдағы балғын қиярдан салынады.
Екінші тарелкама тұздалған қияр мен жасалған салатты екеуін екі бөлек тарелкаға салдым. Осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, үйдегі бар затпен жасауға болады. Барлықтарыңызға ас болсын.